Сәлем достар, Зерек бала каналына қош келдіңіздер. Қызықты видеоларымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лүпіл басып қойыңыздар. Сәлем достар, 45-ші сабақ пысықтау. Бірінші тапсырма. Жақшаның ішіне 25 мың көбейту 5, жақшаны жабамыз, азайту, жақшаны ашамыз, 363 мың бөлінген 30, жақшаны жабамыз. 25 мыңды 5-ке көбейткенде 125 мың болады, азайтылған 363 мыңды 30-ға бөлгенде 12.100 болады. Тең 112.900. Жауабы 5 Жақша ашылған 1800 бөлінген 6, жақшаны жабамыз. Қосылған 600 көбейтілген 60, жақшаны жабамыз. Тең 1800 бөлінген 6, 300 болады. Қосылған 600 көбейтілген 60, 36 мың болады. Тең 36.300. Жауабы есік қорғаны. 35 мың мен 2 сандарының көбейтіндісін 100 есе кемір. Жақшаны ашамыз. 35 мың көбейтілген 2, жақшаны жабамыз. Есе кемір дегеніміз бөлу. Бөлу 100. Тең 70 мың бөлінген 100. Тең 700. Жауабы тамғалы тас. Келесі 5-ші есеп. Қандай шамалар белгісіз, оларды қалай табуға болатынын түсіндір. Таблица бойынша қараймыз. Бірінші, жылдамдық тең 5 км сағат, В тең 5 км сағат, уақыт тең 2 сағатқа. С ауданын табу керек. С тең В көбейтілген Т тең 5 км сағат көбейтілген 2 сағат тең 10 км. С тең 10 км. Екінші, В тең 60 км сағат, С тең 480 км ауданы. Табу керек уақытты. Т тең С бөлінген В тең 480 км бөлінген 60 км сағат тең 8 сағат. Т тең 8 сағат. Үшінші, С тең 480 км ауданы, Т тең 12 сағат уақыты. Бізге көлемін табу керек. В тең С бөлінген Т тең 480 км бөлінген 12 сағат тең 40 км сағат. Келесі 6-шы тапсырма. А. Музейде 20 шкафтың әрқайсында 7 сөреден бар. Әр сөреге 50 жәдігерден қойылған. Музейде барлығы қанша жәдігер бар? Шешімін алдымен бір шкафта 7 сөреден деп жазып аламыз. Бір сөреде 50 жәдігер қойылған. 20 шкафта қанша сөре бар екенін тауып, 50 жәдігерге көбейтеміз. 20 шкаф көбейтілген 7 сөре көбейтілген 50 жәдігер тең 140 көбейтілген 50 тең 7000. Сонда жауабы барлығы музейде 7000 жәдігер бар. Ә. Шаршының қабырғаларының ұзындығы Б метр, шаршының периметрі және ауданын көрсететін өрнекті жаз. Периметрі дегеніміз барлық қабырғаларын бірін-біріне қосу. П тең Б қосылған Б қосылған Б қосылған Б тең 4 көбейтілген Б болады. С тең ауданы. Ауданы ұзындығы мен енін бір-біріне көбейту. Бұл жерде біздегі ұзындығы Б шаршы болып тұрғандықтан екеуі де Б болады. Б көбейтілген Б тең Б квадрат. Қораптың өлшемдері: ұзындығы Б сантиметр, ені 50 сантиметр, биіктігі К сантиметр. Қораптың көлемін көрсететін өрнекті жаз. Бұнда біз формуланы жазып қоямыз. Көлемнің В тең А көбейтілген Б көбейтілген С. В тең Б көбейтілген, бізде ені 50 сантиметр, көбейтілген биіктігі С-ның орнында К көбейтілген К тең 50 көбейтілген Б көбейтілген К сантиметр куб өрнегі шығады. Келесі 7-ші есеп. Ұлттық киімдерді безендіру үшін шеберлер әрқайсында 1460 су-моншақ бар 30 қорап жұмсады. Жазамыз. 30 қорапта 1460 су-моншақ, 20 қорапта 1400 су-моншақ. Әрбір су-моншақты қорап санына көбейтеміз. 1460 көбейтілген 30 тең болады 43800. 1400 көбейтілген 20 тең болады 28000.
Екеуін қосамыз. 43.800 қосылған 28.000 тең 71.800. Жауабы тігіншіге барлығы 71.800 су моншақ қажет болды. Келесі 10-шы есеп. Достар, ішінде 1,9 монетасы бір қорап тауып алды. Оның ішінде хат бар екен. Онда гіртасты пайдаланбай табақшалы таразының көмегімен осы 9 монетаның ішінен бір жалған монетаны тап. Біз оны 3 түрлі әдіспен табамыз. Ең алдымен 4 монетадан таразыға салатын боламыз. Таразының бір жағы ауыр, бір жағы жеңіл болатын болса, сыртында қалған бір монета ол жеңіл болып табылады. Демек, таразының ауыр болған жағындағы монетаны қалдырып, жеңілді алып тастаймыз. Одан қалған 4 монетаны 2 монетаға бөліп, тағы да таразыға саламыз. 2-де 2 қылдырып. Тағы да бір жағы жеңіл, бір жағы ауыр болады. Жеңіл жағын алып тастаймыз, ауыр жағын қалдырамыз. Бір-бірден өлшейміз. Тағы да бір жағы ауыр, бір жағы жеңіл болады. Сонда нақты қай монета ауыр екені белгілі болады. Достар, ата-аналар, осындай біздің түсіндірмелі сөз есептердің жауаптарын жоғалтып алмас үшін каналымызға тіркеліп қойыңыз. Тағы да қандай есептердің жауабы толық түсіндірілгенін қалайсыз? Комментарийға қалдырып кетіңіз. Сау болыңыз.